көт ашар емес, көз ашар блогермін. Бірақ бүгінгі айдарымда көзді де, көтті де ашатын боламын. Бірден айтайын, көт ашқанда енді бірден барлығының көтін ашып, аты жөнін айтып, отырып алып, өсекті сапырып отыратын әдетім жоқ. Бізге тек мотивация керек, маған тек пайдалы болу керек. Менің мақсатым осы, жаным. Мені жек көруге бірден білегіңді түріп, кірісіп кетпе. Мені түсінуге тырыс. Сол кезде ғана саған мына жерге бірдеме жетеді. Ұзақ сөйлемеймін, қысқаша бір емес бірнеше отбасылы парочкаларға тоқтап өтетін боламын. Да и не только парочки, но и кезінде от болып шоққа айналған жұлдыздарға да тоқтайтын боламын. Маған және менің аудиторияма ешқандай өсек керек жоқ. Біз өсектемейміз. Біз тек қана өзгенің қателігінен сабақ алуға тырысамыз. Сондықтан сендер ажырасасыңдар ма, қосыласыңдар ма, жоқ ажырасып бала туып аласыңдар ма, жоқ немесе 3 әйел, 4 әйел болып қосылып бірге тұрасыңдар ма, я елге айтпай жасырын. Бізге ол маңызды емес. Біз ақылды сүшкілер. Өзгенің басынан өтіп жатырған ситуацияны көріп, зерттеп, разбор жасау арқылы, яғни мен жасаймын, а сіздер қабылдайсыздар. Сол арқылы тек инсайт алғымыз келеді. Сондықтан да давайте дайындалып отырып, осы бір әдемі сторисімізді бастайық. Сосын біреудің сторисін біреуге жіберетін сыпылдақтар. Бірінші парочкаға тоқтайын, ымдайын, ал сен түсінуге тырыс. Кім ол деп сұрама, бәрі бірде, мен айтпаймын. Түсінген халық түсінді. Әрине біз қызықтық, тамсандық, кішкентай кезімізде де, осы уақытқа дейін де. Не деген керемет отбасылы парочкалар, әдемі балалар. Өнерлі балалар. Әкесі қандай? Ел аузынан түспейтін, өнерлі, ер азамат деп. Менің әкем әлі күнге дейін бар ғой, жақсы көреді ол еркекті. Ал әйелі қандай дана. Жоқшылықтан көтерді. Әйел адамға көп жағдайда байланысты ер азаматтың көтерілуі. Мықты келіншек. Ер азаматын солай пикке шығарды да. Әлі де түсірмеу. Шынымен де ойлайтынмын, қандай дана ақылды келіншек деп. Шынымен. Мен әлі ойымнан алыстаған жоқпын. Өте сабырлы, дана, әдемі келіншек. Күйеуінің артында тұрып, өзінің қызығушылықтарын ұмытып, оған гастрольдік, концерттік программаларына дейін дайындап, қасында жүрген командасына дейін таңдап, сап тізіп, қолына көзге көрінбейтін бір шоқпарды алып, еркегінің артында тұрса да, еркегінің барлық былығын, жұмысын, тіршілігін игерген келіншек. Вау! И бала шағасына қарасаң да, неше түрлі тіл біледі, ашық, өзін ұмытып деген сөзге мен нақты тоқталайын. Шынымен де осы уақытқа дейін ол ханымды біз, как личность, таныған жоқпыз. Осы кісінің әйелі, осы тұлғаның әйелі деп таныдық. Бірақ қазір қарасаң, өнерлері де жеткілікті екен. Бірақ кезінде шығармаған. Өзі де әп-әдемі екен, фигурасы да, келбеті де, сөйлеуі де, қазір бір кішігірім хейттердің астында қалған шығар. Неменеге сыпыңдап шығып жүр деп комментарий жазады халқымыз. Неменеге тұштаңдап ән айтады, тұштаңдап сахнаға шығады, тұштаңдап жүргізеді, қолынан келмейді деп ситуацияны білмейтін халық
бірден басуда енді өзін шығарып келе жатырған адамға атылып. Мен сол үшін де айтамын, жандарым, адамды танымайсың ба? Дұрыс білмейсің бе? Құр бір бет әлпетке қарап, обложкаға қарап бірден шешім қабылдап, ішіңдегі жаңағы негативіңді жазуға асықпа. Білмейсің. Орнында болған жоқсың. Давайте разбирать. Не болып жатыр? Айтып өткендей, еркегін көтермелеп, жоқшылықты бірге көріп, қарананды бірге жеп, жаным сенің қолыңнан келеді. Жаным сен великий актер, великий там жұлдыз боласың. Бір сөзді айтып қоя жазладым. Оны айтсам, сендер біліп қоясыңдар кім екен. Вот. Артында кәдімгідей қолдаушы болды. Сүйікті жары, я? Шынымен де айтқанындай, не только Қазақстан, басқа елдерде де танымал болды. Әлі де танымал, я? Бірақ ең өкініштісі, көтіңнің ашитындығы, көтеріліп алып, сол бір аяулы жарын ұмыттып, измена жасап, өзге әйелден балалар бар екен. Охо, өзге келіншегі бар екен. Ал бұл ханым білмеген. Как так? Білмеген, естіген кезде қандай сезімде болды. Сен просто өзіңді орнына қойып көр ол адамның. Ауырады жүрегің. Ауырып бөлшектерге бөлінеді. Әрине. Ойлашы, өзіңді ұмытып, өзіңнің сүйікті ісіңді, өзіңнің кім екеніңді ұмытып, бытқа кіріп, бытқа 100% кіріп кетпейші өзіңе қарап, бет әлпетіңді жөндеуге, фигураңды қалыпты ұстауға тырысып, еркегіңді көтермелеп, оның боқтығының барлығына көз жұмып, бүкіл арттағы көзге көрінбейтін тірліктің барлығын сен істейсің. Ер азаматыңа сенесің. Оған мотивацияңды бересің, я? Халықтың алдында әрдайым көтермелейсің. Бәкесі, жәкесі, тәкесі деп, я? Сөйтіп, барынша талпынып, я? Осы ер азаматым халықтың алдында өзінің жинаған абыройын төкпесе екен деп тырысып жүрген кезде, жалт етіп қарайсың. Музасымын деп ойласаң, музасы өзге екен. Пиздец па? Әрине. Оқиғаны білмей тұрып, ол ер азаматтың соңғы концертінде болдым. Асеке екеуміз болдық, бірақ мен ол адамның іс-әрекетін түсінген жоқпын концерттегі. Мас болып келіп, соңында бірден концертті сәлематсыз, сау болусыз, ешқандай сөзсіз бітіре салып, қашу. Халық гүл-пүлімен келіп отыр. Гүлімен суретке түскісі келіп, халық жақсы көреді. Бірақ оның ойы басқа. Ол бұрынғыдай өз ісін сүйіп істеуде емес. Амалдың жоқтығынан келіп, концертін беріп, лежбі ақшаны алып, өзінің екінші сүйіктісіне асыққандай, немесе адасқандай, бір күйзелісте жүргендей. Концертке дейін мен бір көрдім, бір отельден шығып келе жатырған мас болып. Концертте тағы көрдім. Сол күні. И біз в шоке были, не только я одна. Сүйікті әйелінсіз, қолдаушысыз, я? Сүйікті жарысыз. Как он погибает на глазах. Но он не замечает. Ол сол бір жас әпшуге асығуда. Асығып тұр ғой. Мас болуда. Так давайте, өсекті айттық, енді төсекке тоқталайық. В чем же причина? Не болды. Я? Біз палашпаймыз, біз болжамаймыз, тек психологиялық, сексологиялық портрет жасаймыз. Let's go! Реакцияңды башы. Елдер байыса там соғады, елдер байыса
шетел көргісі келеді, елдер байыса өсіп бірнеше пәтер алғысы келеді, дамығысы келеді. Жоқ, бізде еркектеріміз байыса қатын алғысы келеді. Ну, как вы думаете, неге біздің еркектер бір жағдайы жақсарса жаңа әпчуге асығады? Соншалықты тойымсыз ба? Жоқ, әлде тестостерона деген басынан асып-тасып бір қанбай жүр ма? Разберем. Асықпа. Бірінші фактқа тоқтайын. Да, біздің ер азаматтардың тестостерондары жоғары. Азия елінің басқа ер азаматтарына қарағанда. Европаға асықпай қояйын, бірақ екінші мәселеге қазір тоқтаймын, ол үлкен тақырып. Екінші мәселе. Біздерде көп келіншектер дана, ақылды, ұяң, мықты келіншектер. Жоқшылыққа да, тоқшылыққа да көнетін, бірге қол ұстасып, ер азаматын көтермелейтін. Бірақ біздердің әйелдер ұялшақ. То есть ұялшақ дегенге енді тоқталайықшы. Біздерде келіншектер жасадым дейді төсекте неше түрліні. Бірақ қарасаң, сұрасаң, жеке бетпе-бет кездесіп, там не все ок. Түсініп отырсыңдар ма? То есть мына төсектегі зажатость, ең алғашқы бір целка рөлін сақтау, 20 жыл бойы, блядь, когда сен уже развратная шлюшкаға айналу керексің. Ол керек. Төсек маңызды. Біздердің еркектерге особенно көттері қышып тұрады. Вот сол төсекке келгендегі ашылмау, ашылдым деп ойлап қателесу, ізденбеу. Тек біз әдемі ана, көркің былай, қарасаң көз тоймайтындай. Вот міне ана десек, сол рөлге әдемі үлесіп жүрсек, бізге жақсы сол. Немесе қандай инабатты келіншек, еркегін ұятқа қалдырып жүрген жоқ. Етегі жабық, өзін сабырлы ұстауда, аяулы жар, инабатты келін, сүйікті жар. Вот осыны ғана біз ұстанамыз да, бірақ арғы жеке өздеріңнің бөлмелерінде сол позицияны ұстап сігісу, вот это вот қате, блядь. Инабатты келінмен от души развратно неше түрлі позада періс алмайсың. Сыртта сол бір образды ұстап, жеке жатын бөлмеңе кірген кезде сол бір көзге көрінбейтін орамалыңды сен шешпейсің. Ал ол орамалды, жаным, жатын бөлмеңе, ер азаматыңмен бірге ұйықтайтын төсегіне алып кірме. Түсініп отырсың ба? Көзге көрінбейтін дегенім сол. Сол бір невинная девочка рөлін 20 жыл бойы, 10 жыл бойы, 7 жыл бойы ұстау қателік. Түнгі төсектерің сендердің ыстық болу керек. Күнделікті бешбармақ мантыдан да жалығасың. Күнделікті целочка қыздан да жалығасың. Особенно саған ол образ уже жараспаған кезде. Сондықтан сыртта инабатты әдемі көрінеміз, но іште біз ашыламыз. Сол ашылу болмаған кезде, үнсіз, оны саған айтпай, сырттан іздеу басталады. Саған не деп айтамыз, жаным? Әй, бөпем, балаңды әдемі бір келіншек образында, ана рөлінде шайқаудасың. Сол образбен үші төсекте ұйықтаудасың. Саған айта алмайсың, соршы түбіріне дейін деп. Айта алмайсың, біз ұяламыз. Еркектер ұялады, қысылады. Сені сол бір целочка рөлінде қанша жыл? 40 жыл, 50 жыл, я не знаю, 10 жыл, 15 жыл, 7 жыл, не важно. Сізге беру заебал шығарады, да? Согласись, Давайте бүгін ашылып, шынымен мойында берейік, сол кезде ғана результат болады.